Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз мектеп алды даярлықтың заманауи әдістемелері пәні бойынша мектепке дейінгі жаста оқыту үрдісінің мәні деген тақырыптағы лекцияға тоқталамыз. Лекция барысында мектепке дейінгі жаста оқытудың өзгешелігі, мектепке дейінгі жаста оқыту әдіс әрекеттері туралы сөз болады. Жалпы оқыту мектепке дейінгі жастағы балалардың ақыл-ой тәрбиесінің маңызды құралы. Любовь Григорьевна Симушинаның анықтамасы бойынша, оқыту бұл баланың танымдық қабілеттерін дамытудың жүйелі, жоспарланған және мақсатқа бағытталған үдерісі. Олардың жүйесін элементарлық білімдерін құралдандыру, балабақшада қарастырылған бағдарламамен шеберлік пен дағдыларды қалыптастыру тақырыбын қамтиды. Вера Иосифовна Логинова мен Полина Григорьевна Самарукованың балабақшада оқыту үдерісі қатынастар тәрбиесі мен мақсатқа бағытталған және ұйымдастырылған формалау үдерісін, дидактикалық принциптерге құрылған дағдылар мен әрекет әдістерін арнайы құрылған жағдайдағы нақты бағдарламаны ұсынады деген анықтамасы бар. Усованың, Леушинаның, Запорожецтің, Подьяков, Венгер, Люблинскийдің психологиялық педагогикалық зерттеулері мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ойын дамыту үдерісін жылдамдатуға оқытудың ықпалын дәлелдеді. Логинова, Николаева, Терентьева, Хайдурова және тағы басқа да заманауи зерттеулері оқыту үрдісінде қалыптасқан білім мазмұнының нақты құрылымы кезінде балалар жүйелі білімді меңгеретінін атап көрсетті. Бұл жалпы ақыл-ой дамуының жоғары деңгейін және баланың мектепте жақсы даярлығын қамтамасыз етеді. Оқыту үдерісінде балалар оқыту әрекетінің маңызды компоненттерін меңгереді. Оқу тапсырмасын қабылдай білуі, өзінің қызметін жоспарлау және жоспар мен ересектер тапсырмасы бойынша әрекеттену, өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі бағалауға алғашқы элементарлы қабілеттерін қалыптасуы, естуге және ересектер мен жолдастарын тыңдауға үйренуі. Александра Платоновна Усованың балабақша дидактикасының негізін қалаушы деп айтуға болады. Оның мектеп жасына дейінгі балалардың дайындығында мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту қызметіне сипаттама береді. Оқыту қызметін қалыптастыру ерекшеліктерін қарастырады. Оқыту мазмұнын ашты, сабақтарда оқыту әдістемелерін негіздеді. Заманауи кезеңде ұйымдастырылған оқытудың мәні арта түседі. Балалардың ақыл-ой дамуын жетілдіру, мектептегі жүйелі оқытуға балаларды даярлау. Барлық балада қабылдау, тілін жаттықтыру, санау және тағы басқа қабілеттерін дамыту бірдей деңгейде емес. Егер балаларды үйретпесе, онда міндеттер қатары жүзеге асырылмайды. Бала дамуы қажетті бағытта болмайды. Мектеп алды даярлықта білім беру мазмұны бұл дамудың аталған сатысы, яғни қоршаған ортаны тану үшін қолжетімді мазмұн. Ол зор тәрбиелік мүмкіндіктерге ие, себебі оқыту тәрбиелеу құралы болып табылады. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты мектепке дейінгі білім саласында мектепке дейінгі жастағы балалардың жан-жақты дамуы үшін жағдайлар құруды ұсынады. Мұнда жетекші орынды оқуға қызығушылығын қалыптастыруға және балалардың мектепке даярлығына бағытталған әдістер иеленеді. Мектеп алды даярлық сыныптарындағы оқу іс-әрекеттерін мектеп алды даярлықтағы балалардың түрлі қызметінің спецификасы олардың өмір жасындағы 5 жыл мен 7 жас аралығындағы ерекшеліктерді қамтиды. Бала өмірінің 5 жылына қарай оқыту қызметі қалыптасады. Оқыту қызметі бұл білім мен білік дағдыларын меңгерудегі бала қызметі, әрекет тәсілдері, ересектердің басшылығымен жүзеге асырылады. Алғашқы ептіліктің дидактикалық жағдайлары, яғни сабақтың түрлерінде бала қызметінің нәтижелерін бағалау, қандайда бір қабылдау объектісі немесе оқиғамен сұрақтарды дәл келуі, баланы тексеру немесе жаңарту әдістерімен сұрақ тапсырманың үйлесуі сынды өзара орайласқан қызметтер ерекшелігі қалыптасады.
Мәселен, нәтижелердің нақты мазмұнын тапсырмалармен салыстыру, немесе сол әрекет кезде шоқыған кезде құс не істеді, немесе қайсысы жақсы домалайды, шарды домалады, енді шаршыны домалады, оның қайсысы тез қимылдайды деген сияқты түрліше жетелеуші сауалдар қою арқылы баланың практикалық және оқу танымдық міндеттерін бірте-бірте саралануына әрекет етеміз. Оқу міндеттерінің мазмұнында біліммен бірге әрекеттер тәсілін меңгеру де жатады. Көбінесе сабақтың түрінде қолданылатын практикалық сипаттама ретінде балалар сабақтың басында ұсынылған ортақ оқу міндеттерін қабылдайды. Алайда оны жүргізу кезінде міндеттерді нақты анықтау, айқын тапсырмалар мен сұрақтар қатарын бөлу қажеттігі туады. Балаларда білімді әрі қарай жетілдіру жағдайларын қалыптастыру үшін оқу таным міндеттерін қабылдай білу болып табылады. Мұнда білімнің нақтылығы мен анықтығы, практикалық міндеттермен байланысы, бала тәрбиесіне жақындығы болады. Ересек жастағы балаларға барлық оқу қызметтері бойынша оқу міндеттерін толықтай зердесінде сақтап тұру қиынға соғады. Балалар бойында дидактикалық жағдайларды қалыптастыру, оқу танымдық міндеттерді қабылдау мен қоя білу мақсатында мектепке дейінгі және ересек жас кезінде оқу міндеттерін бірте-бірте логикалық күрделендіру, балаларды бір сипаттағы нақты ұсынымдарды меңгеруден жүйелі ұғымдарға және элементарлы түсінікті енгізумен білім жүйесін меңгеруге көшірген дұрыс. Екіншіден, оқу міндеттерінде меңгеруге жататын ақыл-ой және практикалық қызметтердің тәсілдерін айқындау, талдау бағыты, тексеру мен өзгеру әрекеттерінің сипаттары, бағыттар және салыстыру, жалпылау және оның негіздері, жоспарлау мазмұны, өзін-өзі бағалау нәтижелерінің негізгі критериалды және өзгелердің нәтижелерінің бағалары, дағдылар мен ептілік, өзінің танымдық қызметінің нәтижелерін баяндау жатады. Сонымен қатар, оқу қызметінің нәтижелерін талдауда оларды міндеттерді түсінумен, қызметтің берілген тәсілдерін қолданумен байланыстыру қажеттілігі нақты. Құрылған бала тәжірибесіне түрек болу және бала қызығушылығын есепке алу мақсатында жасалады. Осындай жолдар мен құралдарды таңдау, қызметті жоспарлау, оның функциясына қызметтің құралдары мен тәсілдерін, жүйелі әрекеттерді құру, тәрбиешіге немесе мектеп алды сынып мұғаліміне ұсынылған жоспар бойынша балалармен және мектеп алды даярлық сыныбыдағы түрліше оқу қызметтерін, пәндерді, сабақтарды қабылдауға әрекеттену, бірте-бірте жоспарлауға балаларды қосу, мектеп жасына дейінгі балалардың өзіндік қызметінде өнімді түрлерін меңгеруіне, оларға оңай әңгімені жоспарлау, шағын көркем шығарманың мазмұнын айту қолжетімді болады. Сонымен қатар, мектеп алды сынып балаларының өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалауды дамытуда педагогикалық шарттар негізінде құрылады. Мәселен, мектеп алды сынып мұғалімінің міндеттерді орындау жүрісін талдау және оны сабақ соңында алынған нәтижелермен салыстыру, балалар алдында өзін-өзі бағалау нәтижелерінің қателіктер мен кемшіліктерінің себептерін айқындау, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі бағалау тетіктеріне, оның міндеттеріне нақтылық әрекеттерін жоспарлау қажеттігі туындайды. Баланың қызметіндегі өнімділік түрін қалыптастыруға ерекше мән берген жөн. Өйткені зерттеулер дәлелдегендей, оқыту үдерісінде мынандай оқыту қызметін араластыра қолдану баланың сабаққа деген қызығушылығын арттырады екен. Бұл педагогикалық және ғылыми зерттеулерде осы салаға қатысты еңбектерде көп айтылып жүрген балалардың жас ерекшеліктері мен балалардың мүмкіндіктерін есепке алу қағидасы. Бұл 5-7 жастағы балалардың оқуға әртүрлі себептермен талаптанатындығын айқындайды. Яғни мұнда танымдық қызығушылығын қалыптастыру шарты мектепке дейінгі ересек жастың танымдық қызметінің себебі ретінде айқындалады.
онда баланың белсенді қалпын таным үдерісінде қамтамасыз ету, білім мазмұнын бірте-бірте күрделендіру талаптары да тұрады. Жалпы мектепке дейінгі жастағы немесе мектеп алды сыныбындағы балаларды мектепте оқытуға даярлау жұмысында бұл балалардың отбасы мен мектептің арасындағы әрекеттестік, үйлесімдік табуы тиіс. Ол өзімен бірге бірнеше мамандардың, педагогтардың, психологтардың жүйелі қызметін де ұсынады.